Баршаңызға сәлем. Екінші дүниежүзілік соғыс қарсаңындағы ұлтшылдардың Антарктидалық экспедициясының құпиясы туралы көптеген қауесеттер тарап жүр. Біреулер соғыста жеңілгеннен кейін Гитлер Антарктидаға қашып кетті десе, ал кейбір дарынды авторлар тіпті үлкен 211 базасы салынып, сол жерден өзге ғаламшарлықтармен байланысқа түскен деп айтады. Сонымен 1939 жылы суық Антарктидада шынымен не болды? Осы айтылғандардың барлығы шындық па? Фашистер ол жерде не іздеді? Бүгінгі видеомызда тамашалаңыздар. Көптеген басқа елдер секілді 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басында Германия ғылыми зерттеу мақсатында Антарктидаға бірнеше экспедиция жасады. 19 ғасырдағы Антарктидалық экспедициялар астрономиялық, метеорологиялық және гидрологиялық зерттеулер жүргізді. Және оңтүстік Атлантикада, оңтүстік Георгия, Кергелен және Крозе аралдарында жұмыс істеді. Гитлер билікке келгенге дейін Германия екі тәуелсіз Антарктидалық экспедиция жасады. 1901 және 1911 жылдары немістер бірінші болып сол жерде ыстық ауа толтырылған атмосфералық зондтарды сынады. Олар сонымен бірге жаңа зерттелген аумақты тауып, сипаттап атын берді. Оны Кайзер Вильгельм екі жері деп атады. Екінші экспедицияда неміс ғалымдары Антарктиданың қандай екенін, толықтай материк немесе аралдар тобынан құралғандығын анықтау үшін бүкіл Антарктиданы аралап шықпақ болды. Ауқымды жоба сәтсіз аяқталды. 1933 жылы Гитлер басқарған Германия ұлттық социалистік жұмысшы партиясы Германияда билеуші партия болды. Сол кезден бастап Адольф Гитлер Антарктида жерлерін 3-ші рейхтің құрамына кіргізуді ойластыра бастады. Ұлтшылдардың Антарктиданы нысанаға алуының бірнеше себептері болды. Біріншіден, континент геостратегиялық тартымды болды. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін Германияға оңтүстік жарты шарда жаңа базалар қажет еді. Екіншіден, бұл аймақ ұлтшылдар үшін коммерциялық құндылыққа ие болды. Себебі 1920 жылдардан бастап Германия үшін кит майы маңызды шикізат құрамына енді. Ол азық-түлік пен тазалық өнімдеріне қосылатын. Осы кит майлары өндірілетін колонияларынан айырылғаннан кейін билікке оның жаңа көздерін іздеуге мәжбүр етті. Немістер материктің белгілі бір бөлігін зерттеу және кейіннен фашистік Германия иелігіне өткізу мақсатында Антарктидаға жаңа 3-ші экспедицияға дайындықты бастады. Антарктидалық жер жаңа Швабияға айналуы керек еді. Жаңа Швабия экспедициясына дайындық 1938 жылға дейін жалғасты. Немістің Швабия кемесі Антарктиданы зерттеу үшін сол кездегі заманауи құрылғылармен жабдықталды. Оған 50 градустан төмен температурада жұмыс істей алатын гидроұшақ, кран және басқа да жабдықтар бекітілді. Арнайы дайындалған полярлық зерттеушілер тобын солтүстік полюске бірнеше рет барған тәжірибелі зерттеуші капитан Альфред Ричер басқарды. Бұл экспедиция фашистік Германияның бюджетінен шамамен 3 миллион рейхсмарк көлемінде шығын әкелді деген болжам бар. 1938 жылы желтоқсанда Швабия Гамбург портынан Антарктида бағытында жолға шықты. Материкке саяхат бір айдан сәл астам уақыт алды. Ал зерттеу ауқымды болғанына қарамастан, Гамбургтен Антарктидаға кеткен жолға қарағанда аз уақытта алды. Сол жылдың ақпан айының ортасында экспедиция кері сапарға аттанды. Осы экспедиция барысында ауданы 300 000 шаршы шақырымнан асатын Антарктида аумағын 2 ұшақпен аралап, суретке түсірді және мұзы жоқ Ширмахер оазисі ашылды. Немістер зерттелген аумақтың периметрі бойынша ұшақтан нацистік свастикасы бар көптеген вимпелдерді лақтырып шықты. Осылайша олардың болашақ иеліктерінің шекарасын белгіледі. Ричер оралған соң Гитлерге мүмкіндігінше тезірек, көбірек жабдықпен басқа экспедиция ұйымдастыруға шақырды. Бірақ екінші дүниежүзілік соғыстың басталуы бұл жоспарларды жүзеге асыруға кедергі болды.
Жаңа Берлин нацистік антарктидалық 211 әскери базасы нағыз аңыз. Антарктидада 3 апта болған Ричард экспедициясы онда әскери базаның бір түрінде сала алмады. Ол мұндай мақсат қойғанда жоқ. Бұл физикалық мүмкін емес еді. Соған қарамастан кейбір теоретиктер Антарктидадағы 211 жаңа Берлин құпия әскери базасына қатысты теорияларын дәл осы Альфред Ричермен байланыстырады. Олардың ойынша, 3-ші рейхтің құпия құндылықтары кейіннен Антарктидаға сүңгуір қайықтармен жеткізіліп, сонда жасырылған. Ал немістер жасырын базада өзге ғаламшарлықпен байланысқан. Бұл әңгімелердің барлығы 2-ші дүниежүзілік соғыс кезінде Антарктида жағалауында ұлтшылдардың сүңгуір қайықтарының жүргені туралы ақпаратқа негізделген. Неміс сүңгуір қайықтары бұл жерлерде әсіресе 1943 жылдары 2-ші дүниежүзілік соғысындағы бетбұрыс кезеңінен бастап фашистердің бұл соғыста жеңіліске ұшырауы сөзсіз екені белгілі болған кезде жиі жүрді. Негізінен немістер құнды заттар мен адамдарды сүңгуір қайықтармен Аргентинаға тасымалдады. Онда фашистік Германияның көмегімен 1943 жылы төңкеріс жасалып, билікке ұлтшыл Хуан Перон келді. Кейіннен көптеген фашистік қылмыскерлер Оңтүстік Американың осы елін паналағаны кездейсоқ емес. Аргентина портында жүк түсіргеннен кейін америкалық және британдық барлаушыларды адастыру үшін кейбір неміс сүңгуір қайықтары Антарктида жағалауына әдейі аттанған. Содан кейін олар өздерінің базаларына оралды. Қазіргі Антарктида зерттеушілері нацистік сүңгуір қайықтардың тұрақтарын қоспағанда бұл континенттен ештеңе таппаған. Жер астындағы үлкен база шөп ішіндегі ине емес пе? Ноймайердегі біртүрлі құбылыстар. Бүгінгі күні бұрынғы жаңа Швабия аумағында немістердің Ноймайер 3 антарктидалық станциясы жұмыс істейді. Оның қызметкерлері бұл жерлерде әдеттегі зерттеу жұмыстарымен айналысады. Бірнеше жыл бұрын ғалымдар станция маңында оғаш құбылыстарды, түсініксіз ұшатын нысандарды байқай бастады. Бұл не? Әлі ешкім түсіндіре алмады. Бірақ әрине нацистік базадан сәлемдеме емес. Ал сіздер Үндістан әйелдерінің өзін өртеу салты сати туралы және олардың елдерінде қандай қиыншылықтарға тап болғанын білесіздер ме? Білмесеңіздер, описаниядағы немесе видеоның соңындағы сілтеме арқылы өтіп көрсеңіздер болады.